Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін қиындығы орташа деңгейдегі үш есепті талдайтын боламыз. Біріншісі, массасы 20 грамм фосфор қышқылы калий гидроксидімен әрекеттескенде 36,177 грамм калий ортофосфаты түзілді. Өнімнің шығымы. Бұл шығынға байланысты есеп кейбір оқушыларға кішкене қиындық тудыруы мүмкін. Бірінші біз реакцияны жазып аламыз. Фосфор қышқылының H3PO4 калий гидроксидімен әрекеттеседі. Реакция өнімі ретінде калий ортофосфаты және су түзіледі. Ортофосфаты деп аталу себебі біз фосфор қышқылын ортофосфор қышқылы деп те атаймыз. Осы ортофосфор қышқылының массасы 20 грамм және түзілген калий ортофосфатының негізгі массасы 36,177 грамм. Яғни бұл практикалық масса. Біз бірінші осы калий ортофосфатының теориялық массасын есептейміз. Фосфор қышқылының молекулалық массасы 98 грамм бөлінген молге тең. Калий ортофосфатының молекулалық массасын есептейік. Ол үшін біз 39-ды көбейтеміз 3-ке, қосамыз 95-ті. 212 грамм бөлінген моль болады. Осы жерде пропорциямыз 20 граммға x грамм, 98 грамм бөлінген мольге 212 грамм бөлінген моль жазылады. Осы жерден x табу үшін 20-ны көбейтеміз 212-ге, бөлеміз 98-ге. 20-ны көбейтеміз 212-ге, бөлеміз 98-ге. Сонда 43,126 граммды аламыз. Енді біздің теориялық массамыз практикалық массадан көп. Яғни осы теориялық массамыз бізде 100%-ді құрайды. Ал бізге берілген практикалық масса белгісіз. Оны біз y% деп алайық. Y тең болады 36,177 көбейтілген 100 бөлінген 43,126. Бізде жуық шамамен 85% болады екен. Екінші, зерттеліп отырған органикалық заттың өзіне тән жағымды иісі бар, аздап суда ериді. Берілген заттың сутек бойынша тығыздығы 44. Заттың 0,188 грамм үлгісін жаққанда 1,176 грамм көмірқышқыл газы және 0,172 грамм су түзілген болса, осы заттың атауы. Яғни бізде органикалық зат болғандықтан ол жерде көміртек, сутек және оттек болуы мүмкін. Осы жерде көміртек белгісіз X, сутек белгісіз Y және оттек белгісіз Z. Яғни бұл жерде X, Y, Z осы үш элементтің индексі болады. Осы затты жағамыз. Өнім ретінде көмірқышқыл газы және су түзіледі. Бұл заттың сутек бойынша тығыздығы 44 болса, біз DH2 тең 44 деп алып, осы заттың мрін табамыз. Яғни молекулалық масса белгісіз зат тең болады 44 көбейтілген 2. Яғни 88 грамм бөлінген моль болады екен. Әрі қарай көмірқышқыл газының массасын үстіне жазамыз 1,176 грамм және судың массасын 0,172 граммды жазамыз. Бастапқы заттың құрамында неше көміртек болса, көмірқышқыл газының алдына сондай коэффициент қойылады. Яғни мына жерге X-тің өзін қоямыз.
Ал заттың құрамындағы сутектің индексі судың алдында 2 есе аз болады. Яғни y бөлінген 2 қойылады. Осы жерде көмірқышқыл газының mr-ін жазамыз 44, және мына x-ті көбейтеміз. 44x деп жазылады. Ал мұнда судың mr-і 18, 18-ді 2-ге бөлеміз. Демек 9y жазылады деген сөз. Бастапқыда берілген заттың массасы бізде 0,188 граммды құрайды. Осы арқылы x пен y тауып алайық. 0,88 грамм, мұнда 1,176 грамм, 88 грамм бөлінген моль, 44x грамм бөлінген моль. Осы жерде 44x пен 0,188 көбейтіледі. 44-ті көбейтеміз 0,188-ге, 38,172x тең болады. 88-ді көбейтеміз 1,176-ға, 154,188. X табу үшін осы 154,188-ді бөлеміз 38,172-ге. Онда x-іміз 4-ке тең болады екен. Дәл сол сияқты y-ті тауып аламыз. 0,188 грамм, 0,172 грамм. Мұнда 88 грамм бөлінген моль. Ал мұнда 9y грамм бөлінген моль болады. Осы жерде 0,188-ді көбейтеміз 9-ға, 7,192y болады. 88-ді көбейтеміз 0,172-ге, 63,136. Y-ті табу үшін 63,136-ны бөлеміз 7,192-ге. Сонда y-іміз 8-ге тең болады. Демек, бізге берілген заттың құрамында 4 көміртек, 8 сутек бар. Оттектікі белгісіз. Енді осы жерде оттекті табу үшін біз 12-ні көбейтеміз 4-ке, қосамыз 8-ді, қосамыз z-ті. Жалпы 88 шығу керек. Яғни z-ті табу үшін 88-ден азайтамыз 56-ны. Сонда бізде 32 болады. Ал оттектің атомдық массасы бізде 16-ға тең. Демек, 32-ні бөлеміз 16-ға. Бұдан 2 шығады. Демек, z-дің орнында 2 жазылу керек. Бұл бізде C3H7COOH деген формуланы береді. Бұл заттың атауы май қышқылы. Немесе бутан қышқылы. Және соңғы үшінші есебіміз. Бензолды хлорлағанда бөлінген хлорсутекті толық сіңіру үшін көлемі 163,126 мл. Тығыздығы 1,225 грамм мл, 20%-тік натрий гидроксидінің ерітіндісі қажет болды. Тығыздығы 0,188 грамм мл болатын реакцияға жұмсалған бензолдың көлемі біз миллилитрмен табуымыз керек. Бірінші бензолды хлорлаймыз, яғни бензолға хлор қосамыз. Реакция нәтижесінде хлорбензол және хлорсутек қышқылданады. Осы хлорсутек қышқылына натрий гидроксидінің ерітіндісі қосылады. Нәтижесінде натрий хлориді және су түзіледі. Бізге берілген бензолдың тығыздығы 0,188 грамм бөлінген миллилитр. Тығыздықтың формуласы ρ тең
масса бөлінген көлем. Бізге екінші реакциядағы натрий гидроксидінің тығыздығы, көлемі және үлесі берілген. Демек, осы натрий гидроксидінің нақты массасын тауып аламыз және сол арқылы тұз қышқылының массасын есептейміз. Бірінші натрий гидроксидінің үлесін тауып алайық. 163,26 миллилитр. Бұл бізде 100%-ді құраса, оның 20%-ы натрий гидроксиді. X миллилитр. X-ті табу үшін 163,26-ны көбейтеміз 20-ға, бөлеміз 100-ге. Сонда 32,652 миллилитр шығады екен. Осы көлем арқылы біз натрий гидроксидінің массасын табамыз. Бұл жерде де тығыздықтың формуласын қолданамыз. Рho тең m бөлінген b. Яғни массаны табу үшін тығыздықты көбейтеміз көлемге. Тығыздық 1,225 грамм миллилитр. Ал көлем 32,652 миллилитр. 39,987 шығады. Біз 40 грамм деп алайық. Яғни натрий гидроксидінің массасы 40 грамм. Натрий гидроксидінің молекулалық массасы да 40 грамм бөлінген мольге тең. Тұз қышқылының молекулалық массасы 36,5 грамм бөлінген моль болады. Осы жерде тұз қышқылының массасын табуымыз керек. Y грамм деп қояйық. Енді мына жерде 40 пен 40 қысқарады, яғни Y 36,5 граммға тең болады. Яғни тұз қышқылының массасы 36,5 грамм, молекулалық массасы да 36,5 грамм бөлінген моль. Осы жерде біз бензолдың массасын тауып аламыз. Молекулалық массасы 78 грамм бөлінген моль. Z грамм. Z тең болады 78 грамм. Әрі қарай біз мына тығыздықтың формуласын түрлендіреміз. Яғни көлемін табу үшін массаны бөлеміз тығыздыққа. 78 бөлінген 0,188. 78-ді бөлеміз 0,188-ге. Сонда жуық шамамен 88,64 миллилитр болады екен. Осымен біздің орташа деңгейдегі есеп талдауларымыз өз мәресіне жетті. Келесі есеп талдауларында кездескенше.